Осы киготты давление түсіру үшін шай қылып ішіп жатады ғой. Қымызға да қосатын себебі сол. Неге десеңіздер, қымыз давлениені көтереді ғой. Мынау кигот қосқаннан кейін давлениені нормада қалыпты ұстап, я болмаса түсіре алады. Міне осындай кигот деген. Бұны енді шай қылып демдеп ішетін болғандықтан, мына еркектерге көп ішуге болмайды. Еркектерге арналған бір басқа түрі бар. Алдыңғы видеоларда ма, бұдан кейінгі видеоларда ма салынады. Ол туралы да видео түсіріп қойғам. Парақшама жазылып алыңыздар. Қалқием Нұрқаділ деген сол жерде саламын. Ол қандай болады? Ол енді еркектерге арналған түрі бір мынандай ғана бойы биіктігі осындай болады, және жапырағы, гүлі өте көп болады. Содан айыруға болады, және иісінен, жаңағы түрінен деген сияқты ғой. Сол киготты енді жаңағыдай көбісі Батыс Қазақстанда көп жоқ болғандықтан жаңағы сұрап жатады, кигот бар ма, осындай деп. Мен өзім киготпен қатты теруге немем жоқ, уақытым болмағандықтан. Если что, маған жекеме жазсаңыздар, сіздерге киготты жинап беретін жаңағы таудағы ағаларым бар, солардың нөмірін бер жері аламын. WhatsApp-қа 877-257-14-19 жазыңыздар. Одан бөлікте қандай да бір емдік шөптерге қатысты, рецепттерге қатысты сұрақтарыңыз болса, ұялмай қысылмай жаза беріңіздер. Мен тегін ашық түрде олардың видеосын бәрін сала беремін. Сол парақшаға тіркеліп алыңыздар және WhatsApp чаттарға тарқатыңыздар.